таңды қалай қарсы аласың, күнің солай өтеді. Ал бір күнің қалай өтсе, өмірің солай өтеді. Bir күн өмірдің бір моделі. Ертең бірсі күні жақсы болады деген ол өзіңді алдау. Жақсы ұйқы адамның денсаулығының кепілі. Адам миы тынықпаса, физикалық түрде де, мына ойлап та ештеңені жарытпайды. Ең үлкен азап ұйқының қанбағаны. Сондықтан дұрыс ұйықтау ол денсаулықтың кепілі. Соның ішінде мелатонин деген бақыт гормоны бар. Ол сырттан келмейді. Тек түнде дұрыс ұйықтаған адамда ғана сол мелатонин пайда болады. 70%. Қалған біраз тамақтардан келеді. Егер мелатонин адам санды жетіспеген адам қартайып, шаршағыш болады, семіздік ұрынғыш болады, депрессия ұрынғыш болады. Мелатонин қайтадан қараңғы түнде жақсы қатып ұйықтаған адамның тәнінде, миында пайда болады. Сен не істесең де мелатонин жетіспесе, сен не істесең де көңіл күйін көтере алмайсың. Бәрібір бірдеңке жетіспей тұрады. Не жетіспей тұр? Мелатонин жетіспей тұр. Содан кейін адамдардың, әртістердің көбінің наркотикке баратыны, кофе ішетіні содан. Өйткені олар түнде жүреді, қаңғырып, күндіз ұйықтайды. Ал мелатонин түнгі сағат 11-ден бастап таңғы сағат 4-5-ке дейін ғана бөлінеді. Басқа уақытта бөлінбейді. Бұл миллиондаған жыл адамның өмірінде қалыптастырған эволюцияның неменесі. Енді дұрыс ұйықтаудың бір тәсіліне етейін. Бірінші, тамақты. Кешке біз тамақты көп ішіп алғаннан кейін, көп ішіп. Онан кейін тамақ дұрыс ішпегеннен кейін, біздің бүкіл энергиямыз ұйықтауға емес, энергиямыз ас қорытуға кетеді. Содан кейін ұйқымыз қанбай тұрады. Тамақ ішкенде жарты сағат бұрын су ішу керек. Жарты сағат бұрын. Онан кейін тамақты құрғақ ішу керек. Ешқашан тамақпен бірге шай ішкен дұрыс емес. Мен осыны эксперимент жасап, басымнан өткіздім. Міне 1 жылдай болды, мен қалыптастырдым. Содан тамақты, қатты тамақты ішу керек, сұйық тамақты шайнау керек. Немене бар. Яғни қатты тамақты 20-30 рет шайнап жұту керек. Ас қорыту процесі ауызда басталады. Мына сілекей шайнаған кезде, сілекей мен ана тамақ араласқаннан кейін, уже 30% ауызда ас қорытып басталды. Етті 30 рет шайнау керек. Нанды да шүйіп шайнау керек. Онан кейін тамақ ішіп отырған кезде мүмкін түртіп отырасыздар. Телевизор өшіп тұру керек, радио өшіп тұру керек, музыка болмау керек. Сен тамақ шайнаған кезде анан шайнағаны миыңа, құлағың естіледі, күтір-күтір шайнағаны миың барады. Сол кезде тамақты мөлшерден артық жемейсің. Сол телевизор көріп отырған кезде біз кітап оқып отырсақ, телефон шұқылап отырсақ, не ішіп не қойғанымызды білмейміз. Бірінші ертең мөлшерден артық ішіп қоямыз. Музыка болмау керек, кітап оқымау керек, телевизор көрмеу керек. Тек қана тамақ ішу процесімен айналысу керек. Шайнап 30 рет жұтасың. Содан асқазаныңа анау шайналған тамақ барған кезде оны қорыту әлдеқайда жеңіл болады. Үстіне шай құятын болсаң, ол қоймалжың затқа айналады да, іштегі сүлел бөлінеді, ол қорыта алмайды ана тамақ. Түнімен сенің асқазаның, сенің ағзаң демалудың орнына ана ас қорытумен айналысады. Таңертең быт-шыт болып тұрасың. Содан кейін уақытында дәретке барады. Сөйтіп шайнаған адам күнде 2 рет дәретке барады. Үйге бір күн унитазда суын ағызбай көріңдерші, үйдің ішінде болады екен. Енді асқазанда анау, мысалы, бүкіл неменесі нәжіс сасық болатыны зиянды заттар қалды ғой. Пайдалысын бәрін ағзамыз сіңіріп алды, зиянды заттар қалды. Ол сенің мына ағзаңды улайды. Бүкіл қан тамырың арқылы ішіндегі дәрет нәжісті шығарып, уақытында шығарып тастап отырмасаң. Соңын оқтау сияқты болып шығады ол қиналып. Ішін қатып. Сондай болмау үшін тамақты 30 рет шайнап, су араластырмай, асықпай жесең, мөлшерін ғана жесең, асқазаның үнемі бос жүреді. Үнемі бос қарасаң, сумен толтырып отырасың. Керегін ағзаң қорытып алды, қаныңмен бауырың бүйрегің арқылы қаныңа таратты, глюкозаны таратты. Клеткаларың нәрі алды. Отходты шығарып тастап отырасың. Күнде 2 рет. Просто ертеңнен бастап жасаңдар, туған туысқандармен бөлісіңдер. Ағзаң тез тынығып қалады. Бұрын 8 сағат ұйқың қанбаса, қазір 5 сағаттың ішінде сен ұйқың қанады. Бірінші правило ұйқыны қандыруы. Жалпы асқазанның тамақ ішу. Екінші немене қағида. Денеңді біз күндіз күні бойы денеміз құрысып жүреді. Күндіз күні бойы денеміз құрысып жүреді. Қазақта мынандай сөз бар. Бала берсең сана бер, сана бермесең ала бер. Біздің санамыз ұйықтап жатады да, біз үнемі күндіз күні бойы стресте жүреміз. Күндіз күні бойы стресте. Стресс деген біздің табиғатымызға керек болған. Бұрын қасқыр шабуылдаса, жолбарыс шабуылдаса, енді онымен төбелесу керек те, стресте. Ал енді қазір телефон істемей қалса, автобустан кешігіп бара жатсақ, қонақ кешігіп бара жатқан кезде біздің миымыз оны қонақ кешігіп жатыр, телефон өшіп жатыр, автобус кешігіп жатыр деп ойламайды. Біздің миымыз сенің өміріңе қауіп төніп тұр деп ойлайды. Содан кейін біз 80-90% стресте жүреміз. Күні бойы стресте жүрген адам кешке өліп шаршайды,
Соң кейін оның ана сол чаршаған қалпына келтіру үшін оған 8-9 сағат уақыт керек. Құр түк істемей, просто стрессе жүрсең, сенің ағзаң шаршайды. Сондықтан өте аз ұйықтап, мысалы 4-5-6 сағаттың ішінде ұйқың қанып таңертең кереметтей болып ояну үшін асқазаның бос болу керек. Асқазаның уже қоймалжың каша сияқты болып тұру керек, кашаны қорытылады. Екіншісі, сен күндізгі бойы денең напряжениеде болмау керек. Денең мүлде бос отыру керек. Қайырлы күн қандастар. Кәсіпті бастап және оны дамытудың жолдарын көрсететін топ 10 кітапты тегін жүктеп алу үшін төмендегі сілтемені басыңыз.